Сәлеметсіздер ме оқушылар, тіл әуенді, сөз әуезі, әдебиет әлеміне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Әбу Насыр әл-Фараби «Қашықтасың, туған жер» өлеңі. Бүгінгі сабақта шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға бересіздер. Жалпы елімізде 10-12 ғасырларда ислам мәдениеті өркендеп дамыған болатын. Сол ислам мәдениетінің дамуына көптеген ғұлама ғалымдар, ойшылдар, ақындар өз септіктерін тигізген болатын. Олар Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет Яссауи, Ахмет Егенеки, Махмуд Қашқари, Әбу Насыр әл-Фараби, Сүлеймен Бақырғани. Солардың бірі Әбу Насыр әл-Фараби Қыпшақ даласынан шыққан энциклопедист, ғалым, ойшыл, философ, математик. Ол әдебиет пен музыка зерттеушісі, ақын. Толық аты жөні Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлах әл-Фараби. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба, Фараб деп атаған екен. Соған байланысты Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр деп аталған екен. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Қашықтасың, туған жер» өлеңін оқып шығайық. Қашықтасың, туған жер, қалың елім, небір жүйрік болдырып жарау деген, шаршадым мен, қанатым талды менің, шаңыт жолға сарылып қарау менен. Кері оралмай жылдарым жатырағып, қасіреттің жасына көз жуынар, о жаратқан көп неткен ақымағың, құм сығылды тез суынар. Зиялы аз бір тұтам тіршілікте, әкімдікке күллісі жүгіреді, көкірекпен сезініп күрсініп көп, жаным менің түршігіп түңіледі. Енді балалар, мақсатымыздағы құндылық сөзіне біраз шолу жасасақ. Құндылық сөзіне ассоциация жасап көрейік. Материалды құндылық, тарихи құндылық, көркем құндылық, адами құндылық деп бөліп қарастырайық. Материалды құндылық деген бұл асыл тастар, бағалы заттар, қымбат дүниелер. Ал тарихи құндылық бұл біздің төл тарихымыз, мұрамыз. Көркем құндылық бұл біздің әдебиет, шығармалар, өлеңдер, поэзия, проза. Ал адами құндылықты біз адамгершілік, парасаттылық, көркем мінез деп алып қарастырайық. Ал енді балалар, тапсырма орындайық. Яғни бүгінгі тақырыбымыздан өлеңнен құндылыққа қатысты сөздерді іздеп тауып көрейік. Бірінші тапсырма. Мәтіннен құндылыққа дәлел болатын үзіндіні табыңыз. Құндылықтар: сағыныш, патриотизм құндылықтары. Яғни осы сөз құндылықтарға түсініктеме бере отырып, мәтіннен үзінді келтіресіздер. Балалар, өз орындаған тапсырмаларыңды салыстырып көріңдер. Сағыныш, патриотизм. Адам өміріндегі қымбат дүниенің қадірін ұғу. Үзінді: қашықтасың, туған жер, қалың елім, небір жүйрік болдырып жарау деген, шаршадым мен, қанатым талды менің, шаңыт жолға сарылып қарау менен. Екінші, патриотизм. Түсініктеме: туған жердің қасиеті мен оған деген шексіз махаббаты. Үзінді: зиялы аз бір тұтам тіршілікте, әкімдікке күллісі жүгіреді, көкірекпен сезініп күрсініп көп, жаным менің түршігіп түңіледі. Балалар, сендердің жауаптарың дұрыс болды деп ойлаймын. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырма. Берілген сөйлемдерден құндылық тауып, мақал мәтелмен түйіндеңіз. Қашықтасың, туған жер, қалың елім, шаңыт жолға сарылып қарау менен, зиялы аз бір тұтам тіршілікте, әкімдікке күллісі жүгіреді. Көкірекпен сезініп күрсініп көп, жаным менің түңіліп түршігеді. Яғни осы үзінділерден құндылықтарды тауып, және оған сәйкес келетін мақал мәтелдермен түйіндеу керексіздер. Балалар, өзіміздің жауабымызды салыстырып көрейік. Бірінші, қашықтасың, туған жер, қалың елім. Туған жер құндылығы. Мақал: басқа жердің отынан туған жердің түтіні артық. Екінші,
Шаңыт жолға сарылып қарауменен, сарылу сағыныш құндылықтары. Елін сағынбайтын ер болмайды, үйірін сағынбайтын ат болмайды. Үшінші, зиялы аз бір тұтам тіршілікте әкімдікке күллісі жүгіреді. Мақал, байлық не керек, адалдан жимасаң, билік не керек, әділдік құрмасаң. Соңғы төртінші, көкірекпен сезініп күрсініп көп жаным менің түршігіп түңіледі. Мақал, адам баласы қайғысыз болмас, қайғысыз болса, адам да болмас. Яғни күрсіну, қайғыру құндылықтары. Балалар, сендердің жауаптарың дұрыс болды деп ойлаймын. Енді келесі тапсырманы көрейік. Үшінші тапсырма. Берілген үзінді арқылы Әл-Фарабиге мінездеме, портрет жазыңыз. Үзінді. Кері оралмай жылдарым жатыр ағып, қасіреттің жасына көз жуынар, о жаратқан көп неткен ақымағың, құм сықылды тезісіп тез суынар. Осы өлеңге байланысты Әл-Фарабиге мінездеме, портрет жазу. Өз жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Жауабы: ақын шет жерде көптеген жыл өмір сүргендіктен, өзінің туған еліне деген сағынышын, ыстық сезімін жырға қосады. Өз замандағы билікке құмар, көкірегі саяз адамдардың ісіне күрсініп, жанының түңілгендігін жасырмай айтып, сыни көзқарасын білдіреді. Ақын өзі білімді адам болғандықтан, еңбекпен өткізген өмірінің келер ұрпаққа үлгі болатындығын сөз ете келіп, келер күннің жастарынан да үмітін үзбейді. Әл-Фараби өлеңде ақылды, парасатты, көреген, дана адам ретінде көрінген. Балалар, енді сабағымызды қорытындылайық. Соңғы тапсырмаға назар аударыңыз. Әбу Насыр Әл-Фараби шығармаларының тарихи маңызын дәлелдеп жазыңыз. Бүгінгі күннен мысал келтіріңіз. Яғни екі бағам берілген: тарихи маңызы және оған дәлел. Өз жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Тарихи маңызы: Әбу Насыр Әл-Фараби шығармалары жалпы адамзатқа ортақ құндылықтарды қозғайтынымен бағалы. Оған дәлел: Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы халықаралық деңгейде аталып өтуде. Сабағымызды қорытындылайық. Рефлексия бөліміне кезек берейік. Яғни, бүгінгі сабақта табыс сатысының қай сатысындамын деп ойлайсың? Өзіңді сатыға қойып көр. Рахмет. Оқу тапсырмасына назар аударыңдар. Шет жүрсем сағынамын тақырыбына эссе жазыңыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, ислам дәуіріндегі әдебиет өкілдерімен таныстыңыздар. Әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы туралы мағлұмат алдыңыздар. Қашықтасың туған жер өлеңіндегі құндылыққа дәлел болатын үзіндіні таптыңыздар. Құндылықты тауып, мақал-мәтелмен түйіндедіңіздер. Кейіпкерлерді салыстыра отырып, көркемдік құндылығына баға бердіңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.